Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Мустанг атты киноны айтып беретін боламын. Фильм Түркияда басталады. Лали Стамбулға кетіп бара жатқан мұғаліммен көзіне жас алып қоштасуда. Мұғалімі оған өзінің жаңа тұрғылықты мекен жайын қалдырып, өзі жолға шығып кетеді. Лали тура үйге қайтудың орнына 4 үлкен әпкесімен және басқа мектеп оқушыларымен бірге жағалауда серуендеуге кетіп қалады. Қыздар суға түсіп, жігіттердің иығында отырып, бір-бірімен алысып ойнайды. Содан кейін қыздар алма жеу үшін баққа кіреді. Бақтың иесі оларды ұстап алып, мектеп оқушыларын қуып жібереді. Ашуланған әжесі қыздарды үйлерінде күтіп тұрған еді. Алдымен ол ең үлкен Санайды жазалады. Содан кейін Селманы бөлмеге сүйреп алып кетеді. Әжесінің келесі бауырын жазалауына жол бермеу үшін олар қарсылық көрсетеді. Әжесі олардың көршісі, апалы сіңлілер туралы ұятты жерлерін, ұлдардың бастарын ысқылап, осылайша өздерін қанағаттандырғанын, көргенін айтқанын айтып ұрысады. Қыздар өздеріне жала жапқан көршісімен сөйлесуге келеді. Көршісі базардан қайтып келе жатқан кезде, кіші қыз Лали оған жүгіріп келіп сөйлей бастайды. Сонда әжесі келіп оның бетінен ұрып жібереді. Кешке әжесіне апалы сіңлілердің нағашысы ұрса бастады. Осы кезде біз олардың ата-аналары 10 жыл бұрын қайтыс болғанын білеміз. Ағасы жиендерінің жанына келіп, кішілерін бөлмеден қуып жібереді. Ал үлкендерін шаштарынан тарта бастайды. Ол қыздарды әжесінен де қатты ұрып, оларға анасының жеңіл жүрісті болғанын айтып ұрысады. Келесі күні ағасы 5 қызды да ауруханаға алып келеді. Үлкен 3 қыздың пәктігін тексереді. Себебі онсыз ешкім оларды тұрмысқа алмайтын еді. Сол күннен бастап апалы сіңлілер бөлмеге қамалып, оларды бұзатын барлық нәрсе, ұялы және қалалық телефондар, косметика, компьютер, сағыздар бәріне тыйым салып тастайды. Енді қыздар күні бойы үйде болады. Оларға үй шаруасындағы әйелдер қандай болуға үйретеді. Көңіл күйлері жоқ қыздар үйді күнде жинап, әр түрлі тағамды бірінен соң бірін дайындауды үйренеді. Терезеден Саная өзінің жігіті Акимге қарайды. Ауылдағы барлық қыздар сияқты, оларда да орамал тағуы керек болады. Әрбір жаңа нәрсе үйренген сайын, қыздар беттеріндегі күлкіден айырыла береді. Әжесі олардың көңілін көтеру үшін үйде қолдан сағыз дайындап береді. Апалы сіңлілер жаңа киімдерін жек көргендіктен бір көйлекті терезеден лақтырып жібереді. Екіншісін беліне дейін жыртып тастайды. Ең кіші сіңлісі Санаяға арналған хатты келіп береді. Ол бірден терезеден түсіп, жігітімен бірге қашып кетеді. Түннің бір уағында қыз қайтып келіп, барлығы олар осы уақытқа дейін не істегендерін білгісі келеді. Лали футбол жанкүйері болғандықтан ағасына барып, онымен бірге жарыстың финалына баруды өтініп сұрайды. Бірақ ағасы стадионда бір топ ер адамдар жиналғандықтан, олар төбелес ұйымдастыруы мүмкін екенін айтып, қыздың өтінішінен кері жауап береді. Апалы сіңлілердің қуануға тұрарлық жағдайы, олар теледидардан әртістердің операларын көре алатын еді. Теледидар көріп отырғанда жаңалықтан ойын кезінде тәртіпсіздіктер орын алып, соған байланысты ерлерге футбол ойынына кіруге тыйым салынғанын және финалдық ойынға тек әйел жанкүйерлер ғана қатыса алатынын естеді. Лали бұл ойынға қатысуға мүмкіндігі бар екеніне қуанышты еді. Ауыл әкімі барлық жергілікті жанкүйер қыздар ойынға қатысқысы келетіндіктен оларға автобус жалдап береді. Кішісі қалған әпкелеріне жасырын түрде стадионға баруын сұрайды. Басқалары тіпті футболды ұнатпайды, бірақ олар өз түрмелерінен қашып кету мүмкіндігіне ие болғанына қуанышты еді. Олар күндізгі уақытта қаш шығады. Қабырғадағы тесіктен кішкентай Лали ғана өте алды, қалғандары қабырға арқылы көтерілуге мәжбүр болды. Өкінішке орай, олар сәл уақытқа автобустан кешігіп қалады. Бірақ қыздар абдырап қалмай, жүк көлігінің алдынан шығып, Ясин деген жүргізушіге автобусты қуып жетіп, оларды автобусқа мінгізіп жіберуге көндіреді. Олар жүргізушінің арқасында осы ойынға қатыса алды. Көп уақыттан кейін олардың өмірінде қызықты нәрсе болған еді. Ал әйелдер ер адамдарға дастархан жайып жүріп, теледидардан қыздарын жанкүйерлер арасында көріп қалады. Әжесі тіпті ауырып бастайды. Әжесі оларды ерлердің қаһарынан құтқару үшін үйдегі электр тоғы тараған жерді сындырады. Ер адамдар футболды көршілеріне барып көрейін деп жатқанда, әжесі бүкіл ауылдың жарығын сөндіріп тастайды. Шаршаған және қуанышты қыздар үйлеріне қайтып келеді. Әйелдер олардың алдынан оларды үйге аман-есен кіргізу үшін қарсы алады. Әжесі таңертең апалы сіңлілерді жек көретін көйлектерін кигізіп, бүкіл қаланың ортасынан жүргізіп, кафеге апарады. Бірақ басты мақсат кафеге бару емес, оларды күйеу жігіттер мен олардың ата-аналарына көрсету еді. Олар келгеннен кейін жұмысшылар терезелерге торлар қойып, темір қақпалар орнатып, тіпті олардың қоршауларын биік етіп көтеріп тастайды. Енді олардың үйі дәл түрмеге ұқсап қалды. Сол күні түстен кейін біреулер қонаққа келеді. Оларға көйлек киген Санаяны көрсетеді. Бірақ қыз өзінің Аким деген жігітінен басқа ешкімге тұрмысқа шыққысы келмейтінін айтып жанжал шығарады. Әжесі қонаққа келген адамдарға шай апаруды көңіл күйсіз жүрген Селмаға тапсырады.
Бөлмеде әскерден келген күйеу жігіт Осман отырған еді. Үйлену тойынан кейін бір-біріне ғашық болып кетеді дегендей, жастар бір-біріне ұнай ма, жоқ па, ешкім сұрамайды. Бір кезде Османның әкесі кіріп, Сельманы өзінің ұлына үйленуін сұрайды. Әжесі қуана келіседі. Осылайша жарты сағат ішінде жастардың тағдыры шешіледі. Енді қонаққа әкемнің ата-аналары келді. Олардың барлығы бақытты еді, өйткені ерлі-зайыптылар бір-бірін жақсы көреді. Қос тойға дайындық басталып кетеді. Шкафтан қалай қосылу керектігі туралы кітап шығарып, оларға үйретеді. Бұл сәт Сельманы алаңдатып тұр, бірақ Санай алаңдамайды, себебі оны Аким ұзақ уақыт бойы артқы жағынан итеріп жүрген еді. Лали жыныстық қатынас туралы кітапқа кіріп кеткені соншалық, тіпті тамақты өртеп алады. Қыздар үйлену тойына дейінгі салт дәстүрді орындайды. Қыздарды алып кетуге кортежбен күйеу жігіттер келеді. Қалыңдықтар беттеріне пердемен жауып алады. Бірінші қуанышты Саная күйеу жігітке есікті ашады. Ал кешке олар банкетте көңіл көтереді, бірақ Осман мен Сельманың көңіл күйі жоқ еді. Араққа тойып алған ағасы аспанға оқ атады. Лали өзінің бақытсыз әпкесінің арақ ішіп жатқанын сыртынан көріп тұрады. Сельма жылап жатқанда Лали бірге Стамбулға қашып кетуге шақырады. Бірақ апалы сіңлілер қоштасуы керек. Осы күні олар соңғы рет бірге болған күн еді. Түнде Лали ағасының машинасын оталдыруға тырысады, бірақ нәтижесіз болады. Содан кейін ол әпкелерінің қоңырау шалып, олардың бірінші үйлену түнін қалай өткізгені туралы сұрайды. Сельмаға ол түн мүлдем ұнамаған екен, себебі түнде Сельмадан мүлдем қан шықпапты. Күйеу жігіттің ата-анасы есіктің сыртында тұрып, қалыңдықтың тазалығына көз жеткізу үшін оларға жайманы алып шығуды талап етіпті. Бірақ кереуетті толығымен қарап, жігіт тамшы таппағандықтан түн ортасында тапанша қыстырған әкесі қызды ауруханаға алып барып, пәктікке тексертіпті. Сельма дәрігерге олардан құтылу үшін пәктігін баяғыда жоғалтқанын, оның көп жігіттермен жатқанын айтыпты. Бірақ Сельмаға дәрігер оны алдай алмайтынын айтып, қыздық пердесі әлі бүтін екенін, жігіт дұрыстап жұмыс жасамағандығын айтыпты. Біраз уақыт өтіп, адамдар қонаққа келіп, енді Лаленің үшінші әпкесі Эдженің қолын сұрайды. Лалиге бұл жағдай ұнамай, ол кәмпиттерді еденге лақтырып, қонақтарға арналған кофенің ішіне түкіріп шығады. Эдже ең сабырлы қыз, ол ештеңе айтпастан тұрмысқа шығуға келсе. Оған ренжіген Лали үйден қашып, мыңдаған шақырымда орналасқан Стамбулға жаяу баруды шешеді. Бірақ Ясина оны жолда кездестіріп, оны үйіне қайтуға көндіреді. Ол қайтып келіп, терезеден үйге көтеріледі. Сырға салған күннен бастап Эдже үнемі қабырғаға көңіл күйсіз қарап отырады. Тек ең кішкентай қыздар ғана ойнап көңіл көтере алатын еді. Жаз аяқталса да қыздарды мектепке жібермей қояды. Күндер өткен сайын Лали зерткендіктен есі ауыса бастайды. Бір күні түнде ол ағасының Эджеге келіп, шалбарын бұтынан шешіп жатқанын көреді. Одан кейін әпкесінің ыңырсыған дауыстарын естеді. Келесі күні ағасы жиендерін көлікпен алып жүреді. Ағасы банкке кіру үшін оларды көлікте жалғыз қалдырады. Нур мен Лали серуендеуге шығып кетеді. Ал Эдже сол жерде доп ойнап жүрген жігітті шақырып көлікте қатынасқа түседі. Кіші әпкелер мұны көріп, ағасын көлікке жақындатпауға тырысады. Түнде олардың үйіне бірнеше жігіт келеді. Олардың арасында жас қызды қайтадан қалап тұрған бейтаныс жігіт те бар еді. Оның достары да сол қызды пайдалану үшін келген болатын. Лали оларды әжесі бөлмеге кірмей тұрып қуып үлгереді. Лали тағы да үйінен қашып кетеді. Ясинді жолдан тоқтатып, ол оған көлік жүргізуді үйретуін сұрайды. Өйткені ол өздігінен үйрене алмай жатқан еді. Жігіт оны кішкентай қызбен көріп қалады деп қорықса да, оған үйретуге келіседі. Қайтар жолда Лаленің терезеге өрмелеп бара жатқанын көршісі көріп қалады. Келесі күні оның бөлмесіндегі терезеде тор пайда болады. Енді барлық шығатын жолдар жабылды. Түскі ас кезінде апалы сіңлілер әзілдесіп күледі. Бұл олардың ағасына ұнамайды, және ол Эджені ол жерден қуып жібереді. Қыз ештеңе демей орнынан тұрып, сыртқа шығып кетеді. Бір минуттан кейін оқ атылады. Эдже өзін өзі атып тастапты. Жерлеу рәсімі жаңбыр астында өтеді. Төрт әпкесі де құшақтасып жылайды, бірақ көп ұзамай олар қайтадан бөлінеді. Сельма мен Санаяны күйеулер күтіп тұр еді. Лали Нурды Стамбулға қашуға шақырады, бірақ олар ұсталмас үшін бәрін ойласқан түрде жасау керек. Лали қуыршақ жасап, өзінің орнына жатқызып кету үшін шашын қиып жастыққа тігеді. Содан кейін ол әжесінен ақшаның бір бөлігін ұрлап алады. Әжесі ұлының Эдже қайтыс болғаннан кейін, енді түнде Нұрға бара бастайтынын біліп, немересін қорғау үшін ол кімге болса да оны тезірек тұрмысқа бергісі келеді. Ол жас, күйеуіне ғашық болу үшін көп уақыты бар деп санайды. Оның күйеуі Булен есімді бала болып шықты. Ол армияға кетіп бара жатыр. Сондықтан Нұр алдағы 6 ай баланың ата-анасымен бірге тұрады. Көп ұзамай үйде Лали жалғыз қалады. Ол тұтқында отырған жануар сияқты бір тордан екінші торға жақындап қарап жүреді.
Бірақ ол бұны қашу жолдарын іздеп жүргендіктен жасайды. 6 ай өтіп, олар көңіл күйсіз жүрген Нұрды үйлену тойына дайындап жатады. Үйлену кортежі кешке қарай келді. Ересектер далаға шыққан кезде, Лали Нұрды үйге тартып кіргізіп алып, есікті жауып тастайды. Олар бірге барлық кіруге мүмкін жолдарды жаба бастайды. Күйеу жігіт оған тосын сый дайындап жатыр деп үміттенген еді. Қонақтар ашулана бастайды, ал нағашы ағасы қалыңдықты темір тордың ар жағынан ұстап алуға тырысады. Ол ауладан үйге кірудің жолдарын іздейді. Әжесі жігіттің ата-анасын ұстап қалу үшін бәрін жасайды, кешірім сұрайды. Бірақ нәтижесіз болады. Нұр полицияға бәрін айтамын деп нағашысын қорқытады. Осы кезде Лали есенге қоңырау шалып көмек сұрайды, бірақ сол сәтте телефон сымдарын ағасы кесіп тастайды. Лали көліктің кілттерін тауып, екеуі әжесінің барлық ақшаларын алып, сөмкеге тамақтарды салып алады. Нағашы ағасы темір тормен өрмелеп жатқанда, қыздар баққа жүгіріп шығып, Лали іздеп тапқан ағаш арқылы қабырғадан асып өтеді. Ағасы бұтақтардың сынғанын естігенде бәрі кешеді. Қыздар көлікке жүгіріп барып, Лали көлік жүргізу сабақтарын есіне алып, көлікті айдап кетіп қалады. Қуып келе жатқан ағасынан құтылу үшін олар көп ұзамай көлігін тастап, бұталардың арасына тығылады. Егер Есен келсе, олардың құтылып кету мүмкіндігі бар еді. Бақтарына орай, Есен оларға көмекке келеді. Жүргізуші қыздарды автовокзалға апарып, оларды ауылдан алысқа кететін автобусқа отырғызып, оларды ұрып соғатын жек көрінішті туыстарынан құтқарады. Олар Стамбулға барып жаңа өмір бастайды, және оларға жаңа өмір бастау үшін Лалиның сүйікті мұғалімі көмектеседі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үшін рахмет. Видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайк басып қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.